Сәлем қыздар, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін тегін арықтау марафонының екінші күні. Егер де қыздар каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басып, жүрекшені басуды ұмытпаңыздар. Және дәл осы видеоны достарыңызға, таныстарыңызға жіберсеңіздер екен. Екінші күнде мен қалай тамақтандым, не жасадым, соның барлығын дәл осы видеода айтамын. Қыздар маған осындай хейт хат келуде, сен диетологсың, қонаққа барғаныңды ғана салып жүрсің деген хат келуде. Қыздар, арықтауда бізге қонаққа бару да, қонаққа бармау да бізге кедергі болмау керек. Мысалы, мен бүгін тағы қонаққа бардым және өзімді ұстадым, тамақтануды дұрыстап, жаңағыдай өзімнің нормамды жедім. Мұндағы менің айтқым келетін мақсат, қонаққа барсақ та біз өзіміздің аузымызды тыйып, жеу керек болған тамағымызды ғана жеп, арықтап жүрсек болғаны. Жалпы айтқанда бізге арықтау қиын болмау қажет. Бізге арықтау үшін еш нәрсе кедергі болмау қажет. Мысалы, сіздің туған күніңіз болса да, қонаққа барсаңыз да, тойға барсаңыз да, дәл осы тамақтану режимі бізде бұзылмау қажет. Арықтауда қыздар ең маңызды рөл атқарады су нормасын ішу. Су нормасын ішу үшін қыздар өздеріңіздің салмақтарыңызда 30 санына көбейтесіздер. Мысалы, сіздің салмағыңыз 50 келі болса, онда 30 санын көбейтіп 1,5 литр суды сағат 7-ге ішу керек. Суды тамақтан алдын 15-20 минут бұрын ішесіз және тамақтан кейін 40 минут 1,5 сағат аралығында ішуге болады. Тамақпен бірге шай, су бірге ішпеңіздер. Менің таңым әдеттегідей салмақ өлшеумен басталды. Міне қараңыздар, арықтау марафонның екінші күні менің салмағым 62 келі 100 болды. Таңғы асымды ең алдымен вакуум жаттығуын жасадым және суымды ішіп алдым. Жасап болған соң, енді таңғы ас жасауға кірістім. Яғни менде 15-20 минуттай уақыт бар. Өйткені судан кейін таңғы ас жасауға менде уақыт бар. Қыздар, менде штативім, яғни кальциевая лампам сынып қалыпты. Сіздерге рецепт ретінде болды бәрін салайын деп едім, бірақ болмай қалды. Сонда да бірақ тырыстым. Менде таңғы ас өте тез дайындалатын омлет. Оның құрамына 2 жұмыртқа, 1 дана болгарский, яғни тәтті бұрыш, 30 грамм ірімшік, яғни сыр қажет болады. Қалауыңызша укроп және қызанақ қосуға болады. Мен қызанақты қоспадым. Жұмыртқаны ыдысымызға саламыз және тәтті бұрышымызды және сырымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қалауыңызша кішкене дәміне қарай тұз қосуға болады, ал мен тұз қосқан жоқпын. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, қызып тұрған табамызға дәл осы массамызды салатын боламыз. Орташа отта 2 жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Өкінішке орай кальциевая лампам бұзылып қалған, сол себепті мен сіздерге ПП рецепттерді сала алмай жүрмін. Бұйырса, тапсырысым келсем, сіздерге алдағы уақытта ПП рецепттерді міндетті түрде салатын боламын. Бізде енді аударып аламыз, яғни екінші бетіне қарай аударып алуымыз қажет. Қыздар, егер де омлет ретінде жегілеріңіз келмесе, ұнатпасаңыздар, онда жай ғана суға салып, қайнатып алсаңыздар да болады. Клетчатка салат ретінде мен қызанақ пайдаландым, яғни 1 дана қызанақты дәл осылай турап, енді осы менің таңғы асым болды. Ал қыздар, бұл таңғы ас сіздерге ұнады ма? Және дәл осылай тамақтансаңыздар, сіздер тоясыздар ма? Комментарийге қыздар жазып кетеміз. Сіздердің әрқайсыларыңыздың пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Келесі кезекте түскі ас, мен қонаққа бардым әдеттегідей. Қонақта осыншама палау болды. Сіздерге бір лайфхак болсын, қонаққа барғанда әдетте тамақты негізі бір үлкен табаққа астауға салып береді. Көпшіліктен жемейміз, дәл осылай кішкене тәрелкеге салат, ет және тамақты салып аламыз. Мендегі тамақты қарасаңыздар, қолымызды жұмайықша, сол кезде бір жұдырық пайда болады. Яғни менде 2 жұдырық салат, 1 жұдырық ет, яғни белок, кішкене жұмыртқасы бар, және 1 жұдырық менде палау, яғни күрделі көмірсу. Міне дәл осылай тамақтану бізге артық салмақты алып келмейді. Сіздер де дәл осылай тамақтаныңыздар. Кешкі ас қыздар менде өте жеңіл, яғни айран және қызанақпен болды. Кешкі асты мен сағат 7 мен 8-дің аралығында ішіп алдым. Қыздар, сіздерге тапсырма, кешкі 7-ден кейін суда шайда ішпейміз, және біздің кешкі асымыз сағат 20:00-ге дейін болу керек. Одан кейін кешкі ас ішуге болмайды. Қонаққа барған соң менің шагым 5000 ғана болды. Оны 10.000-ға толтыру үшін дәл осылай үйде бір орында тұрып шаг жинадым. Қыздар, ютубқа шаг для дома деп жазсаңыздар, шагтың түрлері шығады, сіздер де соны жасаңыздар.
Мен Астана қаласында тұрамын және Астана қаласында дәл қазір күн суып кетті. Мен 2 баламен никак шаг жинай алмаймын. Сол үшін үйде бір орында тұрып шаг жинаған маған әлде қайда тиімді. Ал енді қыздар, сіздерге тапсырма: су нормасын орындаймыз, шаг 10 мыңға жеткіземіз және тамақтануды дұрыстаймыз, ұйқы режимді реттейміз. Келесі видеода жолыққанша қыздар.